Компьютердің бағдарламалық қамтамасыздандыру. Бағдарламалық қамтамасыздандыру бұл компьютердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ақпаратты өңдеуді ұйымдастыратын және пайдаланушы мен техникалық құралдардың өзара әрекетін орнататын бағдарламалар жиынтығы. Ол компьютердің, яғни барлық мүмкіндіктерін толық пайдалануға мүмкіндік береді. Бағдарламаларсыз компьютер тек темір қорап қана болып қалады. Сондықтан да бағдарламалық қамтамасыздандыру заманауи ақпараттық технологиялардың негізгі элементі болып саналады. Яғни айтатын болсақ, бағдарламалық қамтамасыздандырудың, яғни бұл компьютерде жұмыс істейтін барлық бағдарламалар мен операциялық жүйелердің жиынтығы. Ол ақпаратты сақтау, өңдеу, іздеу және тарату сияқты қызметтерді атқарады. Бағдарламалар пайдаланушының тапсырмаларын орындауға арналған алгоритмді жиынтығы ретінде қарастырылады. Яғни олар кез келген құрылғы немесе жеке тиімді жұмыс істей алмайды. Және де негізгі түрлері бағдарламалық қамтамасыздандырудың 3 негізгі түріге бөлінеді. Жүйелік бағдарламалар, яғни ол құрылғы басқару, ресурстарды бөлу, операциялық жүйенің жұмысы. Қолданбалы бағдарламалар пайдаланушының нақты қажеттіліктерін орындайтын мәтін теру, сурет салу, кесте құру. Аспаптық бағдарламалар жаңа бағдарламаларды құру мен жүйе басқаруға арналған құралдар жиынтығы болып табылады. Жүйелік бағдарламалар бұл компьютердің ақпараттық бөліктермен жұмыс істеуін ұйымдастыратын және басқа бағдарламаларды орындалуын қамтамасыз ететін бағдарламалар тобы. Олар операциялық жүйелерде, яғни драйверлер, утилиталарда және де антивирустық бағдарламалардан тұрады. Жүйелік бағдарламаларсыз басқа бағдарламалар жұмыс істей алмайды. Операциялық жүйе компьютердің барлық бағдарламалық және аппараттық бөліктерінің үйлесімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі жүйе болып табылады. Ол қолдаушыны, яғни қолданушы мен компьютер арасындағы байланысты орнатады, және де ең кең таралған операциялық жүйелер қатарына жатады. Осы Windows, Linux, тағы басқалары. Орталық жүйе, яғни операциялық жүйе ресурсты үлестіреді, процестерді басқарады, файлдық жүйені қолдайды және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Операциялық жүйенің негізгі функциялары, яғни жадыны басқару, процестерді жоспарлау және орындау, файлдар мен каталогтарды ұйымдастыру, құрылғылармен өзара әрекеттесу, яғни қолданушыға ұсыну болып табылады, яғни қауіпсіздікті бақылау болып табылады. Құрылғы драйверлері. Драйвер бұл компьютердің операциялық жүйесі мен құрылғылар арасындағы байланысты орнататын арнайы бағдарлама. Әрі құрылғы, принтер, сканер секілді өз драйвері арқылы жұмыс істейді. Драйверлер болмаса, операциялық жүйе құрылғыларды танып дұрыс жұмыс істей алмайды. Олар аппараттық құралдардың мүмкіндіктерін толық пайдалануға көмектеседі. Және де антивирустық бағдарламалар, антивирустер зиянды бағдарламалардан қорғау үшін қолданатын жүйелік бағдарламалар. Олар файлдарды, желіні, пошта жүйелерін тексеріп, күдікті әрекеттерді анықтайды. Қолданбалы бағдарламалар. Қолданбалы бағдарламалар пайдаланушының нақты тапсырмаларын шешуге арналған мәтін жазу, кесте толтыру, бейне өңдеу секілді. Бұл бағдарламалар кеңселік, шығармашылық және де ғылыми жұмыстарда кеңінен қолданылады. Және де кең таралған қолданбалы бағдарламалар, қолданбалы бағдарламалардың түрлері өте көп және де әр салада әртүрлі мақсатта қолданылады. Мысалы, Word-та мәтіндік құжаттарды жасау үшін Excel-де және кесте диаграммалар, формулалар есеп жүргізу секілді арналған, PowerPoint, презентациялар құруға арналған. Сол секілді бұл бағдарламалар адамның жұмысын жеңілдетеді және уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Браузерлер мен интернет бағдарламалар. Браузерлер бұл интернетті желісіндегі веб-сайттарды көруге арналған қолданбалы бағдарлама. Яғни ең кең танымал браузерлер Google Chrome секілді бірнеше көптеген браузерлер бар. Яғни бұлар сонымен қатар браузерлерге қосымша плагиндер орнатып функционалын кеңейтуге болады. Мультимедиалық бағдарламалар. Мультимедиалық бағдарламалар арқылы бейне, дыбыс, сурет, анимация жұмыс жасауға болады. Бұл бағдарламаларға бірнеше
яғни біз мультимедиа арқылы бірнеше дыбыс, суреттер, анимация жасай аламыз. Яғни мультимедиа құралдары білім, кино, жарнама, ойын салаларында кеңінен қолданылады. Ойындар компьютердің маңызды қолданбалы бағдарламаларының бірі болып табылады. Олар тек көңіл көтеру үшін емес, кейбір оқыту, ойлау қабілетін дамыту, командалық жұмыс істеу машығын жетілдіру үшін де пайдаланылады. Аспаптық бағдарламалар жаңа бағдарламалар жасауға, жүйені басқаруға арналған құралдар. Оларға код, редакторларын тестілеу және құралдарын қамтиды. Бұл құралдар бағдарламаушы мамандар үшін өте маңызды болып табылады. Бағдарламалау тілдері алгоритмдерді жазуға, бағдарламаларды құруға арналған жасанды тілдер. Әр тілдің өз құрылымы мен қолдану аймағы бар. Кең таралған тілдер, яғни қарапайым, көпсалалы, жүйелік және де бағдарламаушы бұл тілдерді пайдаланып түрлі қосымшалар жасай алынады. Ашық және жабық кодты бағдарламалар. Бағдарламалар ашық және жабық кодты болып бөлінеді. Ашық кодты бағдарламаларды бастапқы кодты көруге, өзгертуге, таратуға рұқсат бар. Мысалға, жабық кодты бағдарламалар код құпия сақталады. Тек дайындаушы компания ғана оны басқарады. Ашық кодты қауіпсіздікті арттырып, қоғаммен бірге жетілдіреді. Бағдарламаларды орнату және жою. Пайдаланушы өз компьютеріне түрлі бағдарламаларды орнатып, қажет болмаса жоя алады. Орнату процесі арқылы бағдарламалау жүйеге толық қосылады, ал жою кезінде барлық файлдар тіркеу кілттері тазаланады. Бұл процестерді оңтайландыру үшін арнайы орнатушы және тазартушы утилиталар қолданылады. Лицензия және заңды пайдалану. Бағдарламалық өнімдердің заңды пайдалануы маңызды аспект. Лицензия бұл бағдарламаға қол жеткізу және де оны пайдалануға рұқсат беретін келісім болып табылады. Жалпы қорытындылай келетін болсақ, компьютердің бағдарламалық қамтамасыздандыру кез келген цифрлық құрылғыларының жұмысын қамтамасыз ететін маңызды бөлік. Яғни, жүйелік қолданбалы және аспаптық бағдарламалар бірлесе отырып, пайдаланушыға ыңғайлы функционалды орта құрады. Дұрыс таңдалған және жаңартылып отырған бағдарламалар компьютердің тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. Бағдарламаларды заңды және қауіпсіз қолдану цифрлық мәдениеттің маңызды бөлігі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.